Кадр резерві жоғары тұрған және басшылық судья лауазымдарына қалыптастырылады. Кадр резервіне жұмыс істеп жүрген судьялармен қатар біліктілік емтиханынан сүрінбей өтіп, соттарда тағылымдамадан өткен кандидаттар және бұрын судья болып қызмет атқарған тұлғалар қабылдана алады. Бірақ соңғыларының судья қызметіндегі еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы керек және судья лауазымын босатқанынан 4 жыл аспауы шарт. Үміткерлерге қойылатын талаптар судья лауазымында не заңгер мамандығы бойынша қажетті еңбек өтілі. Маңызды. Кадр резервінде тұрған адамдардың жоғары тұрған және басшылық судья лауазымына ұсынылуына басым құқығы бар. Кадр резервіне тұруға судья лауазымында немесе заңгер мамандығы бойынша тиісті еңбек өтілі бар, лайықты біліктілігі және мінсіз беделі, сондай-ақ ұйымдастырушылық қабілеті бар адамдар құқылы. Әрбір лауазым үшін тәжірибе және судья немесе заңгерлік мамандық бойынша еңбек өтілі бойынша талаптар қойылады. Кадр резервіне қоюға үміткерді қарау үшін ол өтініш беру керек, немесе жоғарғы сот төрағасының және жоғары сот кеңесі төрағасының ұсынысымен қаралуы мүмкін. Және судьяның кәсіби қызметін бағалау нәтижелері бойынша жоғарғы сот жанындағы сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның шешімі негіз болуы ықтимал. Кадр резерві жоғарғы соттың сот алқасы төрағасының лауазымына әрбір алқа бойынша жеке қалыптастырылады. Жоғарғы сот судьясының лауазымына мамандануына қарамастан бірыңғай резерв. Облыстық сот төрағасының лауазымына соттың орналасқан жеріне қарамастан бірыңғай резерв. Облыстық соттың сот алқасы төрағасының лауазымына әрбір алқа бойынша жеке, ал облыстық сот судьясының лауазымына әрбір сот бойынша жеке резерв жасақталады. Аудандық сот төрағасының лауазымына әрбір аудандық сотқа жеке резерв қалыптастырылады. Бір мезгілде бірнеше аудандық соттарға, нақты мамандандырылған соттарға резервте тұруға болады. Тиісті білімі болған жағдайда судьялық лауазымдардың бірнеше санатына немесе бірнеше облыстар бойынша резервте тұруға болады. Кадр резерві жөніндегі комиссияның құрамына жоғары сот кеңесінің 3 мүшесі, 3 жұмыс істеп жүрген судья, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның және заңгерлер қауымдастығының өкілдері, HR менеджмент саласының маманы кіреді. Судьялыққа кандидаттар мен бұрынғы судьялар тапсыратын құжаттар тізбесі қазір экрандарыңызда көрсетілген. Олардан бөлек талапкерлер біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне және беделіне қатысты қосымша құжаттар ұсына алады. Жұмыс істеп жүрген судьялар өтініш қана береді. Кадр резерві жөніндегі комиссия облыстық соттар төрағаларынан кадр резервіне үміткерлер туралы пікірлерін сұратуы ықтимал. Жоғарғы сот төрағасының пікірі де есепке алынады. Алайда бұл пікірлер кадр резерві жөніндегі комиссия үшін ұсынымдық сипатта болады. Кадр резервіне кандидаттарды іріктеу процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Жоғары сот кеңесінің аппараты өтініш берушілердің құжаттарын біліктілік талаптарына сәйкестігін тексереді. Мұнан соң бағалау және резервке іріктеу рәсімдері жүргізіледі. Соттар мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестердің және соттардың жалпы отырыстарының қорытындылары, соттар басшылығы мен жұртшылықтан пікір жиналады. Кейін цифрлық кезең басталады. Арнайы ақпараттық жүйе автоматты түрде балл есептейді. Ал кадр резерв жөніндегі комиссия мен кеңестің тұрақты мүшелері бекітілген критерийлер бойынша жеке баға береді. Одан кейін үміткерден сұхбат алынып, комиссия талапкерлерді іріктеп алады. Соңғы шешім жоғары сот кеңесінің жалпы отырысында бекітіледі. Кадр резервіне тұрған тұлғалар саны шектелмейді. Резервте тұру мерзімі 3 жыл. Жаңадан тағайындалған судьялар кәсіби қызметін бағалаудан өтіп, 2 жыл судья болып жұмыс істегеннен кейін ғана резервке алынуы мүмкін. Кадр резервінен шығару тәртібі судья әдебін бұзуға жол беруіне, не судьяның тәртіптік жауапқа тартылуына байланысты. Судья атқаратын лауазымына сай келмейді деп танылған кезде, өзі резервке тұрған лауазымға орналасуға арналған конкурсқа 2 реттен артық қатыспаса, арнайы даярлықтан өтуден бас тартса, резервтен шығару туралы шешіміне кадр резервінен шығарылған адам 5 жұмыс күн ішінде шағым түсіре алады. Арнайы дайындықтан өтудің жеке жоспарын облыстық соттар төрағалары бекітеді. Жоғарғы сот жанындағы сот төрелігі академиясы судьялардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастырады. Сөйтіп олар резервшілердің іскерлік және моральдық қасиеттерін зерделеу бойынша іс-шараларды іске асырады. Кадр резерві жөніндегі толық мәліметтермен жоғары сот кеңесінің ресми сайтында танысуға болады.